Ол бәйгеге өзін емес әндерін баптап қосады. Батыр болғанда да соғысып жүрген жоқ, өмірге 5 бала әкеп, батыр ана атанып жүр. Бүгінгі біздің бағдарламамыздың кейіпкері Роза Әлқожа. Роза ханым, қош келдіңіз студиямызға. Көп әндеріңіз, Роза, сіздің жауапсыз махаббат, бір мұң, сондай сәттер өте көп. Неге? Енді мен өзім жаным лирик, ал лирика адамы ол өте жараланғыш, өте әсершіл болып келеді. Жаңа айттым, адам табиғатынан асып кете алмайды. Өзіме сондай әндер жақын. Мысалы, басымнан ешқандай жағдай өтпесе де, жаңағы бір әдемі сондай бір сазды мұңды әуен естілсе, сол маған жақын болып тұрады. Енді мен оның ар жағын ойлаймын, қазақтың өзі негізі халық әндеріне қарасаңыз, өзі мұңға кішкене жақын болып келеді. Қазақтың өзі табиғаты сондай шығар деп ойлаймын. Өйткені апаларымыз да мысалы жүрек назы деген әнге бір апа келіп күл береді. Сосын мен айтамын, бұл кісі кімге ғашық мысалы. Бірақ көрдіңіз бе, біздің топырақ, біздің қан, қазақтың қаны сондай бір әдемі бүйтіп төгіліп келетін иірімге толы әндерді жақсы көреді. Жолдасыңыздың 3 жақсы, 3 жаман қасиетін айта аласыз ба? Жолдасымның 3 жақсы қасиетінен бастайын деп қояйыншы. Жақсыдан бастайын. Ең жақсы қасиеті өте сабырлы. Сосын екіншісі бір өзінің бір бекзат болмысы бар. Жаңағы біреуден сұрап алмайды ештеңені. Жаңағы не дейсіз? Ылғи да өзіне көңілі тоқ болып жүретін қасиеті бар. Үшіншісі қай қасиетін жақсы көрем. Енді көз ашықтығы шығар деп ойлаймын, қоғамға адамдан дейді. Адамдардың арасында мысалы мынамен араласуға болады, мынамен араласпау керек деген сияқты. Немесе қазіргі мысалы заманауи дүниелерге кейде пікір қайшылықтар болып жатады ғой. Сол кезде өзінің пікірін білдіреді. Жаман қасиеттер. Жаман қасиет не? Маған ұнамайтын сол көпшіліктің арасына кіріп кетпейсін деймін да. Өзімен өзі томаға тұйық өмір сүреді. Мысалы оған не дейді? Оны үйде отырғанды жақсы көреді көбінесе. Сабырлы. Үйде жаңағы. Ол үшін демалыс, жұмыстан келіп теледидар қарап жатып, сол демалыс, үлкен демалыс. Мен айтамын, кеттік бір жаққа барып келейік. Қыдырып қайтайық. Туысқандарға барайық деп. Сол жағы ұнамайды маған. Тағы? Екіншісі, сосын тағы не? Екіншісі енді спортқа онша жоқ. Жаңағы мен сияқты екен. Жұмыс деп қалған адам, сонысы ұнамайды. Үшіншісі тағы қандай қасиеті бар? Шылым шеге ма? Темекі шегеді, сонысы ұнамайды. Мектептен шегем дейді, таста десең тастай алмайды. Тастай алмайды. Мектепте мен көбіне ұлдармен дос болдым. Сол ұлдар жаңағыдай бастаған кезде мен де сол қақалып бір рет көргем. Ал бірақ негізінде тартпаймын. Сізді айтады, күнделігі бар дейді, күнделікке көп нәрсе жазады дейді. Құрбыларымен SMS жазғанда өлеңдетіп SMS атысады дейді. Сол жағынан жалпы көп па сіздің құпияларыңыз? Енді қазір күнделік жазып жүрген жоқ, шынымды айтайын. Бірақ сол бір күнделік жария болып кетті. Өйткені бір өлеңмен өрілген қыз балалардың басындағы жағдайды бір баяндайтын әдемі SMS-тер болғаннан кейін оны жарияладым. Ақмарал Дөбаевамен SMS хаттар. Енді ондай SMS хаттар бар ғой, бірақ енді оны жариялаудың ондай қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Әлі күнге шейін SMS өлеңдетіп жазасыз ба бір-біріңізге? Қазір жазбаймыз. Ол адамның сондай бір сәті болады екен. Бір-біріне керемет ынтық болып, бір ішкі сырын айтқысы келіп, жазып, ол кісі жазды маған қайтадан, бастап жазайық деп. Бірақ енді мен тапсырыспен бірдеңе ештеңе жаза алмайтын адам. Өйткені елде қалайды, ары қарай тағы да жауабын күтеді, жалғасын. Менен шықпайды. Ол сол ол кезде білген жоқпыз ғой, біз оның жария болатынын білген жоқпыз. Бір-бірімізге жаңағы өлеңмен жаңа шабыт келеді ғой.
сондай кезде жазылған дүние. Оның үстіне ол кезде мен көбіне пойызбен жүретін, өйткені пойызды жақсы көремін. Көп ойланасың, домбыраңды алып өлең айтып отырасың, немесе кітап оқып отырасың. Ал қазір мен жағдайым енді кішкентайлы болып жатырмын, сосын қарбалас тіршілік бір. Уақыт жоқ. Иә, ол кезде мен көлікті көп айдамайтын. Қазір көліктен түспейміз, анда кетіп бара жатамыз. SMS жазуға былайша айтқанда, тіпті телефон алуға шама келмейді. Иә, мүмкін содан да шығар. Роза, сіз өзіңізді ақынмын деп санайсыз ба? Мен енді Фариза Оңғарсынова ақын деп баға бергеннен кейін халық ақын деп кетті. Негізі әу бастан ақын емеспін деп айтам. Бірақ ақындарша өмір сүрем. Жаным, болмысым, ақын жанды деп айтуға болатын шығар. Ақын жанды, бірақ ақын емес. Өзім үшін жазам. Сахна талғамы биік адамдарды жалпы ұнатады, е? Сіздің киімдеріңіздің авторы кім? Аида Кауменова, Ерлан Жолдасбеков. Осы екеуінен өзім ұнататын дизайнерлер. Барахолкада соңғы рет қашан болдыңыз? Соңғы рет бір көрейінші деп барахолкада бір нәрсе сатып алатын болдық. Сосын қызық үшін бардым. Сөйтсем ол өртеніп кеткелі мен бармаған екем. Сіздің күлем жаңа. Көп болған ғой бармағаныңыз. Мынау қайда, не қайда, түк жоқ қой деймін да барып алып. Біздің Қазақстандағы шоу-бизнес екіге бөлінеді. Бірі казахстанская эстрада дейді өздерін, екіншісі осы қазақ тілінде, қазақ әндерін шырқап жүрген ол сіздер. Сіздерді олар кекетіп, мұқатып, қазақ байлар дейді, мәмбеттер дейді, басқа сөздерін айтпай қойын да, не деп айтатын. Намысыңызға тимей ме сол сөздер? Жоқ, мен өзімді мәмбеттім деп айтам. Қазақты мәмбет десе, демек өзін қорлап тұрғаны ғой. Ол қазақстандық деген әңгіме жоқ, ондай термин жоқ жалпы. Қазақ деген бірақ термин бар. Ол осы жердің иесі, осы Дархан даланың билеушісі, иесі, ол қазақ. Ол өзін өзі кемсітіп, өзінің тамырына өз балта шауып тұрған надан адам деп есептеймін. Өйткені қазақтың қай баласы болсын, ән жағынан болсын, журналистика саласынан болсын, ол қазаққа қызмет етпесе, ол басқа ұлт оны қабылдамайды. Мүмкін біреулерге жағынып жүрген шығар. Екі топ күндес па, неге олар бірігіп, неге бірге даже концертте де болмайсыздар сіздер? Енді ол өздерінің шығарып алған дүниесі деп айтып отырмын ғой. Айналып келгенде бұл жерде бір іштарлық бар. Солар барып ауылдағы апаларға, аталарға барып сәлем берсінші. Жаңа әкесінен бір боқтайды аталар. Қариялардың қолына су қоя алмай жүріп, бір белгілі азамат болғысы келеді. Жалпы кез келген адам ол қоғам қайраткері болуға тиісті. Кез келген салада пайдалы дүние жасамасаң, онда босқа шауып жүрген, мысалы. Олар өздерінің істеп жүрген білмейді ғой. Содан кейін әртүрлі айта берсін. Мысалы, ондай ортада көп боламыз. Мысалы, типа гламурные деп айтамыз ғой. Амандаса ма сіздермен? Амандасады, неге амандаспайды? Таниды ма? Танымаған сыйды. Бірақ олар аспаннан әуеден пайда болған жоқ қой. Олар кеше ғана біздің әнімізді естіп тыңдап келіп, түк көрмеген болып шығады. Мүмкін детдом дейді ғой. Жетім балалар үйінен шыққан шығар мүмкін. Қолдан жасайды бәрін. Өтірік танымайды. Фонд дейміз ғой. Бізде қазір барлығы сол біреу үшін, ал негізінде адам өзі үшін өмір сүру керек. Гардеробыңыздағы ең қымбат көйлек бағасы? Енді қатты қымбат кимеймін. Ең қымбат көйлектің бағасы $5000. Кімнің көйлегі ол? Кауменованың көйлегі. Өміріңізде шынайы достар бар ма сізді іздеп тұратын, осы хабарласып тұратын, осы Роза қайда жүр екен, гастрольден келді ме екен деп? Енді балапан басымен тұрымтай тұсымен деген заман барлығы да өздерінің бала шағасы үшін жанталасып жүрген адамдар. Оның үстіне менің достарымның көбісі журналистер, ақындар, олардың әлеуметтік жағдайы керемет емес. Сондықтан қашан қарасаң әйтеуір жанталасып бір жақта жүреді. Көбіне байқасам, мен іздейді екем достарымды. Мен күлем ғой, 4 баламен жүріп мен іздеймін сендерді. Сендер неғып мен іздемейсіңдер осы деп. Сөйтсек, сені күтіп отырамыз ғой деп күледі.
шүкір достар көп. Өзім мен достарсыз өмір сұрамайтын сияқтымын. Ене мен келіннің арасындағы қарым-қатынас өте нәзік дүние. Енені сізді жылатқан сәттер болды ма? Менің енем басында түскеннен бастап өзі айтты, менің жалғыз ғана қызым бар, мен сені қызымдай көрем деп. Сол кісінің арқасында мен өнерде жүрмін негізінде. Егер ол кісі әрбір қадамында аңдып, қайда бара жатсың, қайсы бармайсың десе, мен осылай жүрмес едім. Керісінше ол кісі күйеуім жібермей қойған сәттерде концерттен қалмасын, барсын деп жіберіп отырды, баламды алып қалып. Сондықтан жаңағы сол кісінің де бір сабырлығының арқасында, көз ашықтығының арқасында деп ойлаймын. Енеңізден кешірім сұрағыңыз келмей ме бір болған жағдайларға? Кешірім сұрадыңыз ба бір жағдай үшін? Бізде ондай кешірім сұрайтындай жағдай болған жоқ. Менің мүмкін өкпелеген сәттерім бар шығар. Ал бірақ мен ешқашан үлкен кісілерді ренжіткен емеспін. Өйткені менің 2 енем, 2 атам болды. Бір рет хат жазған сәтім болды. Өйткені мен енем ашылып сөйлеспейді. Өзің ұғынып іштей түсінуің керексің. Сол кезде түсіне алмай хат жазған кезім болды. Осы сізді түсінбей жүрмін деген сияқты. Тойдың алдында ма сондай бір. Сосын соны оқып, келіп құшақтап жылаған кезі болды. Неге бүйтіп жазасың маған? Мен ойымда ештеңе жоқ, өйтіп ойлама. Бәрі жақсы деп. Сіз енді тойға барасыз, тойбастар деген бар қазақта. Жақсы орамалды береді кейбір жерде сізге да. Жақсы сыйлықтарды өз анаңызға бересіз бе, әлде енеңізге бересіз бе? Енді мен 2 анамды бөлген емеспін ешқашан. Сарыағашқа 2-еуін бірге жіберем. Мысалы, 2-еуіне бірдей бриллиант тағам деген сияқты. 2-еуіне шетелге барсам бірдей орамал әкеп берем. Жолдасыма да айтам, оларды бөлуге болмайды. 2-еуі де ана, 2-еуі де 6 бала тәрбиелеген. Осы кезге әрең міне шүкір деп жетіп отырған адамдар ғой. Отбасы институтын нығайту үшін өкімет бар жағдайды жасап жатыр. 15 жыл отастыңыз жолдасыңызбен. Кетіп қалғыңыз келген сәттер болды ма? Мен ешқашан кетіп қалған емеспін. Сосын басында айтқам, мен кетем деп қорқытатын әйелдерден емеспін. Кетіп қап, қайтып келіп, бір жүреді ғой ортада бір. Мен ұнатпаймын. Барып келіп, кімді қорқытады? Маған ұнамайды ондай. Мен айтқам, мен кететін болсам, бірақ кетем, қайтып келмеймін бірақ. Сондықтан отбасы деген бұл шынымен дұрыс айтасыз, үлкен институт. Ол жерде ене болу керек, келін болу керек, әйел болу керек. Сонда ғана бір берік отбасы болады. Рөлдер ауыспау керек. Бірақ мен соңғы кезде айтам, өзім шешем айтам, мен саған шеше, енеме ене болып кетті, не болып кетті деп. Үлкен кісілер еркелеп қартайған кезде сөйтеді екен. Жолдасыңыз 2-ші әйел алам десе қайтесіз? Алам деп айтты, рұқсат бердім. Қазір енді мынау 5-ші баладан кейін алмайтын болып қалды. Қызын қатты жақсы көреді. Ондай әңгіме қазір қозғалмай қалды енді. Оның үстіне мына әлеуметтік желілерде де халқым тырнақшаның ішіне жеп қоя жаздады. Розадай әйеліңіз тұрғанда сіз 2-ші әйелді не қыласыз деп. Содан қорықты ма? Тіпті бір апалар хабарласып, осыдан Алматыға барайын, күйеу балаға көрсетем деген сияқты. Тоқалдармен таныспадыңыз ба? Мүмкін бар шығар, енді танысқан жоқпын. Танымайсыз? Танымаймын. Сіз үшін тұлға кім? Тұлға мен үшін Ғариза Оңғарсынова апамыз марқұм, Асанәлі Әшімов. Өнерде, қоғамда өзіңді солай сақтап, елге бір өз үлесіңді қоссаң еңбегіңмен үлкен бақыт деп ойлаймын. Енді қазіргі жастардан Бекжан Тұрыс ағамыз жақсы көремін. Роза Бағланова, Роза Рымбаевалардың деңгейіне жету үшін не істейсіз? Әркім тіпті розалар ғана емес, жалпы әр адам өзінше жеке индивид, жеке тұлға. Сондықтан мен ол кісілердің деңгейіне жетемін деп тырыспаймын. Мен өзімше бөлек, мен сазгер, әнші, көп балалы ана,
Розалы қожам, ал енді Роза Бағланова, Роза Рымбаеваның өзінің биігі, олардың елдің жүрегіндегі орны өте үлкен. Енді Роза апамыздың өзі, Қуаныш қызының өзі жақсы бағасын беріп, халық осынша жақсы көріп отыр сен. Бұдан артық қандай бақыт керек? Отбасыңды да, өнеріңді де қатар алып жүр деп, мысалы, өзінің бір бата іспетті сөзін айтты. Одан артық маған ештеңе керек жоқ. Мен оларға асып түсем немесе соларға жетем деп тырыспайды екем. Бүгінгі екеуміздің әңгімемізде сізге не ұнады, не ұнамады? Енді көбіне арзан сұрақтар қойып жатады. Бүгінгі интервью байсалдылығымен ұнады деуге болады. Сосын мен туралы білетіндігіңіз қуантты. Өйткені көп журналистер ештеңе білмесе де, тіпті сол білмейтініне ұялмай келіп, өнерге қашан келдіңіз, не үшін келдіңіз деп сұрақ қойып отырады. Сондықтан Мен үйленіп жатсам, Роза ханым, мен тойыма келесіз бе? Егер Алла сәтін салса, әрине барам. Мен шақырған жерден қалмайтын адам. Рахмет үлкен, ашық әңгіме үшін. Сізге де рахмет. Ұжымдарыңызға табыс тілеймін тек қана. Ол Инстаграмда өзгелер сынды көйлегінің бағасымен емес, балаларын санымен мақтанады. Көп кітап оқиды. Бүгінде кітап оқитындар аз, өте аз. Рухани Азбайық ағайын. Сіздермен бірге болған мен, Мұхит Сапарбаев.